Алла Тағала Құранда айтады екен: "Ва ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни". Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға айтады: оларға айт дейді, егер де Алланы жақсы көрсеңдер, Алланы сүйетін болсаңдар, онда маған еріңдер деп айт дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға еруіміз біздің, бұл Алла Тағаланы жақсы көруіміздің дәлелі екен, соның белгісі екен. Ал біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қалай ереміз, егер де ол кісіні танымасақ? Қалай ереміз, егер де біз ол кісіні жақсы көрмесек? Ал біз ол кісіні қалай жақсы көре аламыз, егер де біз ол кісіні танымасақ? Сол үшін осы кітаптарды оқиық, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмір баянымен таныс болайық. Біз үшін, үмметі үшін қандай қиыншылықтарды бастан кешіргенін түсінесіз. Өмірінің соңындағы айтқан екі сөзі, бірі намаз болса, бірі үмметім екен. Біз енді осы бір кішкене ғана кітапты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үшін көз майымызды ағызып демей ақ қояйықшы, бірақ осы бір кішкене кітапты оқып шығуға